құлдық санадан арылмаған. Егер қазақтардың сол кездегі сұлтандары мен билері әрқайсысы жеке-жеке Москваға шапқыламағанда, Петербургға шапқыламағанда, орталық бір жүйеге бағынғанда, Кенесарының артынан ергенде біз осы күнге қалмас едік. Себебі орыстар сол кезде қазақ даласындағы әрбір қадам алдыға жылжау үшін бізде толассыз қантөгіс болды. Біз Оралда, Кавказда және басқа жаңа Астраханда кезікпеген сұмдық қарсылыққа ұшырап жатырмыз деп Москваға үздіксіз хат жазуға мәжбүр болған орыстар. Ал сөйтіп орыстар енді соғысты аяқтамас сәтте қазақтар орыстарға күшінің жетпегеннен бағынған емес, Кенесарыға ілеспеді. Нәтижесінде башқұрттар өз бетімен қарсы болды. Ташкентке мылтығын сүйреткен 3 орыстың солдаты басып кірді. Қазақтар Кенесарыны артынан ілеспеді. Біз орысқа ішімізден шыққан әрқайсы сол орыстың тонына, шеніне, Сөлкебай теміріне алданған сатқындығымыздан одан болды. Қазіргі сатқындар Қытай